Баланың дамуы үшін арнайы даярланған орта құру өте маңызды. Бұл жайында Мария Монтессори айтып өткен. Ол өз әдісін ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасау барысында олардың іс-әрекетін бақылай отырып, сензитивті кезең жақын арадағы даму аймақтарын анықтау арқылы ортаны құру идеясын жүзеге асырды. Бақылау арқылы баланың қажеттіліктерін көре алды. Осылай оның авторлық құралдары жарық көрді. Монтессори педагогикасы біздің орталықта Монтессори терапиясы ретінде қолданылады. Өйткені бұнда ерекше қажеттіліктері бар балалар келеді. Бөлме ішінде кеңістік Монтессори әдісі тәртібімен орналасқан. Құралдар ашық, балаға қол жетімді сөрелерді оқыпты, таза күйде орналасқан. Балалар құралдарды еркін түрде таңдап, қалаған жеріне барып отырып, өз дағдыларын шыңдай алады. Педагог Монтессори становится коллегой, партнером, старшим товарищем ребенка. Он доброжелательно и ненавязчиво руководит ребенком, становится посредником между ним и подготовленной средой. Косвенное руководство ребенком – это наблюдение. Через наблюдение педагог может увидеть сензитивный период развития и зону ближайшего развития. Эти наблюдения дают возможность организовать среду, принимая во внимание образовательные потребности ребенка. Каждый материал имеет две цели – прямую и косвенную. Прямая цель – это выполнение конкретной деятельности. Косвенная цель – это координация движения, концентрация внимания, самоконтроль, саморегуляция, планирование, работать от начала до конца, аккуратность. Среда дает возможность детям свободу движения, свободу выбора деятельности, свободу повторения, свободу выражения чувств, свободу общения. И самое главное – быть самостоятельным.